Ая. Ая, мына ұшақты қарашы. Қандай әдемі. Үлкен ұшақ екен, адамдарды қарашы, кіп-кішкентай. Е? Әли? Я, дұрыс айтасың, Ая. Адамдар мына ұшақтың жанында құмырсқадай ғой. Құмырсқадай? Ал мына автобус ше? Ұшақ автобустан әлде қайда үлкен екен. Тіпті қарашы, Әли, адамдар ұшаққа сатымен көтеріп барады. Нағыз алып, дәу ұшақ болды ғой. Иә, қане көрейік. Ал мына ұшақты қарашы, түрі қандай қызық, тұмсығы үп-үшкір. Иә? Қызық, тырнаға ұқсайды екен. Тырна? Қандай тырна? Құс. Кәдімгі аспанда ұшатын тырнаны айтам, Ая. Әли, дұрыс айтасың, тырнадан айнымайды. Тырна сияқты ұшақ. Ал мынау не болды екен? Білмейм, түрі қандай қызық. Бұл да ұшақ шығар. Қайдағы ұшақ, Ая? Қанаттары жоқ қой. Қанаттары болмаса аспанға қалай ұшады? Онда бұл не болды екен? Білмедім. Иә, балақайлар, не қызықтап отырсыңдар? Әке, біз ұшақтардың суреттерін көріп отырмыз. Ұшақтардың? Жақсы екен. Әке, мынау не? Бұл тікұшақ қой. Тікұшақ? Иә, Ол ұшала ма, әке? ұшады. Иә, өз аты айтып тұрғандай тікұшақ жерден былай тік көтеріліп ұшады. Қызық екен. Иә. Ал кәдімгі ұшақтардың жерден қалай көтерілетін сендер білесіңдер ғой. Иә, әке. Міне, осылай. Әке, сонда қалай? Тікұшақ тіп-тіке аспанға ұшып кете бере ме? Жоқ, Аятай. Ол өзіне қажетті биіктікке көтерілген соң, ілгері қарай ұшып кете береді. Ілгері? Ол қалай? Ілгері деген қалай, әке? Ілгері алға деген сөз ғой. Алға мен ілгерінің мағыналары бірдей. Алға жүру, жылжу дегенді білдіреді. Ілгері ұшат дегенім, сол алға ұшат дегенім ғой. Түсіндім. Түсіндік, әке. Әке, мына ұшақты Әли ағам тырнаға ұқсайды дейді. Иә. Шынымен де ұқсайды, иә, тырнаға? Бұл өте тез ұшатын әскери ұшақ. Әскери ұшақ? Соғысу үшін бе? Ол не істейді сонда? Жоқ, соғысу үшін емес. Әр елдің, мемлекеттің өз әскері, әскери техникасы, әскери ұшақтары болады. Олар ел қорғаны. Балақайлар, естеріңде болсын. Жалпы әскери ұшақтар бізге соғысу үшін емес, мемлекетіміздің бейбітшілігін, тыныштығын қорғау үшін қажет. Түсіндік, әке. Біздің батыр бабаларымыз осынау кең байтақ жерді, ұлы дала елімізді сыртқы жаулардан білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап, бізге аманат етіп қалдырған. Біз бақытты, бейбіт өмір сүруіміз үшін қалдырған. Ардақтап батыр данасын, қорғаған байтақ даласын, елімнің даңқын даралар біздің батыр бабалар. Күзетіп шаттық күлкімді, сыйлаған бізге бұл күнді, алаштың ері саналар біздің батыр бабалар. Керемет, әке, тамаша. Әли балам, ел қорғау, отан қорғау. Бұл ер азаматтың ісі. Біз өз отанымызды қадірлеп, сүйе білуіміз, қорғай білуіміз керек. Ата баба аманатын орындауымыз керек. Түсіндім, әке. Атам да үнемі солай айтады. Мен де түсіндім, әке. Отанды сүю, жақсы көру керек. Ал бабалар аманатын орындау керек деген не? Иә, аманат деген не? Аманат деген балаларым, бұл бізге берілген тапсырма. Бұл жұтпай орындалатын тапсырма деп түсініңдер. Түсіндік, әке. Бабалар аманатын орындау үшін біз ең алдымен тәрбиелі, жігерлі, білімді болуымыз керек. Ата мен әжем де үнемі солай дейді, иә, Әли аға? Иә, мен өскенде атам сияқты, әке сіздер сияқты өте білімді, ақылды болам. Мен де. Ақылдарыңнан айналайын. Таудай бол дер әжемде, таудай бол дер атамда,
Әке, не жасап отырсыз? Алақай, әке, тағы да ұшақ жасаймыз ба? Ұшақ дейсің бе, Аятай? Олай десе де болар. Бірақ біз мұны бала кезімізде желбағар зырылдауық дейтінбіз. Желбағар зырылдауық? Зырылдауық? Қызық екен, зырылдауық. Иә, зырылдауық. Келе отырыңдар, бірге жасайық. Әке, қалай жасаймыз? Менің жасағанымды мұқият қадағалап, бұлжытпай қайталап отырсаңдар болды. Еш қиындығы жоқ. Зырылдауық жасау үшін ең алдымен мынадай 4 бұрыштық қағаз керек. Қағаз дайын. Менің қағазымның түсі қызыл. Ал менің қағазымның түсі жасыл. Алдымен мына қағазды ортасынан былай бүктейміз. Бұлай бүктейміз. Мен бүктедім. Жарайсыңдар. Енді былай қайта ашамызда мына жағын дәл жаңағыдай етіп бүктейміз. Түзулігіне мұқият болыңдар. Оп-оңай ғой. Бүктедім. Мен де бүктедім. Түп-түзу. Енді арасын қайтадан ашып көреміз. Байқадыңдар ма? Бүктелген жерлеріне сызық түсті. Иә, сызықтары көрініп тұр. Енді бізге қайшы керек. Ая, анау қайшын алып берші. Міне. Мына сызық бойымен ортасына қарай 4 жағында қиып шығамыз. Түсіндім. Олай. Әке, енді мен қияйыншы. Міне, алағай. Болды әке, қидым. Жақсы. Енді мына қиылған ұшын ортасына әкелеміз. Мына ұшын да ортасына. Ортасына. Мына үшінші, мынау 4-ші ұштарын мына ортасына біріктіреміз. Әли, анау шеген алып берші. Міне, әке. Мына ұштардың біріккен жерінен, яғни дәл ортасынан шегемен тесіп, былай өткіземіз. Әке, мынау керемет қой. Міне, айналады. Зырылдауық. Қызық. Зырылдауық дайын болды. Әке, мынау айналмайды ғой. Иә, қозғалмайды. Әли, Ая, неге желбағар зырылдауық дедік? Ойланыңдаршы. Жел бізге қайдан соғып тұр? Жел? Білмейм. Жел соғып тұрған жоқ. Жел ме? Әке, Жел арт жақтан соғып тұрған сияқты. Сонымен, Әли, жел мына жақта дедің бе? Әли аға, ананы қара. Әли, мынау зыр-зыр етеді ғой. Зырылдауық айнала, зырылдасын жай ғана. Жел кіргізді маңдайдан, аймала жел